Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз отбасылық мерекелердің тәрбиелік мәні. Оқу мақсаты оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу. Оқушылар, келесі ақпаратты есте сақтаңыз. Сөздердің сөйлем ішінде дұрыс жазылуын орфографиялық норма деп атайды. Сөздерді дұрыс жазуда орфографиялық сөздікке жүгінеміз. Сөздердің айтылуында дыбыс үндестіктерінің ықпал заңдарының сақталуын орфоэпиялық норма деп атайды. Халқымыздың сан ғасырлық тыныс-тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім-тәрбиеге тұнған салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары бар. Соның бірі сәбиді бесікке салу дәстүрі. Қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп, өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала өмірдің гүлі, жалғасы. Ал бесік қасиетті, киелі құтты мүлік, сәбидің алтын ұясы. Бесікке салу рәсімін алтын құрсақта анаға, елге сыйлы апаға, немесе жасы үлкен әжеге тапсыратын болған. Алдымен бесікті аластау ырымы жасалады. Бұл отқа табыну дәуірінен қалған ырым. От пен оның есінен жын шайтан, дерт тербезе қашадымыз деп есептеген. Бесіктің арнайы құрал жабдықтары бар. Алдымен түбек тұсында дөңгелек ойығы бар, жөргектің үстінен төселетін. Арасына құс мамығы салынған жұмсақ төсеніш қос төсекті салады. Басына жұмсақ болсын деп құс жастық салынады. Нәрестенің аяғын қажамас үшін кішкене жастықшалар қойылады. Ол кепіл деп аталады. Онан кейін баланың денесін орайтын жұқа мата жаялығын жаяды. Шүмекті қойдың асықты жілігінен жасаған. Ол айрықша аппақ болу үшін сүтке қайнатылған. Көбіне қазақтар бәле жаладан қорғасын, ұйқысы тыныш болсын деп, баланың жастығының астына қамышы салатын болған. Онан кейін бесіктің түбек салынатын тесігінен тәттілер салынып, тыштыма жасалады. Тәттіні бесікті жағалай отырған жандарға үлестіріп береді. Сонан соң келін жас сәбиді алып келеді. Сәбиді қолға алған әже әр ісін бісмілламен бастап баланы бесікке салады. Бесікке бөленген баланың ұйқысы тыныш, бойы жылы, тәні таза болады. Жаялықпен аяғын ораған соң тізе баумен, қолдарын қол баумен тартып байлайды. Бұл бауларды кейде тартпа деп те атайды. Баланы бесікке бөліп болған соң міндетті түрде бесік жыры айтылатын болған. Әлдилейді анашым, бесігіне жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Әлди, 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 ау, әлди, 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 ау, әлди, 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 ау, әлди, 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 ау. Бесікке салған адамға бесік салар, яғни кәделі сый беріледі. Сонымен қатар, осы рәсімге қатысқан келіншектерге көйлек, жаулық сияқты сый тартылады. Бесіктің үстіне баланы аруақтар қорғап жүрсін деп, ата-бабадан қалған сырт киім, ел тізгінін ұстар азамат болсын деп 7 түрлі қадірлі таза заттар жабады. Өйткені баланың бесігі кең дүниенің есігі деген екен. Қазақтың тура биі Төле би. Бейнероликті тамашалап болсаңыздар оқушылар, келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші, бейнероликте қандай дәстүр туралы айтылды? Екінші, бүгінгі таңда бұл дәстүр қазақ қоғамында бар ма? Үшінші, аталған дәстүр барысында қосымша қандай салт жоралғы жасалады? Сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіздер, жазбаша түрде келесі тапсырманы орындаңыздар. Төмендегі сөздердің қосарланып айтылатын сыңарын табыңыз да, сол қос сөздерді қатыстырып, сөйлем құраңыздар. Кәрі, той, табақ, салт, ән. Оқу тапсырмасы. Бесік жырын айту қазіргі қазақ дәстүрінде бар ма? Өз пікіріңізді жазыңыз. Бірінші, өзіндік пікір, бір сөйлем. Екінші, дәлел,
екі сөйлеммен келтіру керек. Үшінші, өз пікірін дәлелдейтін мысал, екі сөйлем. Төртінші, өз пікіріне қарсы пікір, бір сөйлем. Бесінші, қарсы пікірді жоққа шығаратын мысал, екі сөйлемнен тұру керек. Алтыншы, қорытынды екі сөйлемнен тұрады. Жалпы оқушылар барлығы 10 сөйлем жазасыздар.